Түс Алладың аяны деген сөз бар қазақта. Түс сөзі үш түрлі болады. Ақиқи түс, қияли түс және шайтани түс деген. Шайтани және қияли атына сәйкес оған мен түсінік бермеймін. Ал ақиқи түс деген бұл нағыз болатын түс екен. Бекет аға материал жинау барысында сол түнде ата түсіме аян берді. Балам деді, менің тұрпатымның тұсында 4 үйімшек бар. Соның екеуі менің тұрпатыма тиіп тұр. Мына үсенге айт, алса екеуін алсын деп айтты. Бетімді елеңе тағады, қарап, қайда білесің, сен бірінші келіп отырмын деп отырсың ғой. Мен айттым, түнде ата аян берді, соны айтып отырмын дедім. Сол таңертең барсақ, 4 машина мусор екен. Соның екеуі ана машинаның кузовын көтергенде инерциямен ана шарбақтың арасынан өтіп кеткен лас нәрселер. Бұл бір. Сосын екіншіде Бекет ана кітабын шығару қиын болды, бір 90-шы жылдардың басы бір қиын нәрсе ғой, қиын кез ғой. Сонда ағайыннан ақша сұрай барғанымда тұсындағы 2 кілемді ақша шағып бер, сондай берем, болмаса бере алмаймын деді. Сосын енді мен тұсындағы кілемді қалай берем енді, ол ажал айтып келмейді. Енді тағдырыс болса да оралып шығуым керек қой. Үндемей шығып кеттім. Жүріп барғанда бір ру бегей Байрам деген кісі айқайлап тоқтатты. Жаңа осы Лепес қажы сізді іздеп, жаңа машинамен келді. Соны Самарқанд қаласында бір кісі қайтыс болды. Сол кісі жаназасына келсін деп айтты. Сосын кетіп түнгі 3-те барып, түнде тұрмай кітапты бірінші күнге дейін ақша жоқ, қалайға шығарсам екен, атаның кітап шықпай қалатын болды ғой деп көңілім босап жылап жаттым түнімен. Сосын ата түсіме енді, балам қысылма, осы кісінің жаназасын өзің оқисың, соны ысқатына берген малды ақшаға айналдыр, кітабың 2 айда шығып кетеді деді. Соны қуанып таңертең жаңағы Лепес қажыма айтайын дедім, айтпадым. Ол ақиқи түс болса, бұл шын болар, мен күтейін деді болса, айтсам сұрап алғандай болармын дедім. Сосын 30 шақты кісі молда болды, енді ол Өзбекстан молдасы көп жүр ғой. Тұрмыз, кімге шығатын белгісіз, бір уақытта сол жаназасын, осы кісінің жаназасын оқыды. Ислам молдадан өтініш жасаймыз деді. Сосын мен оқып кеттім, бір таяу көз бер. Соны енді мен ақша малда жүре алмаймын ғой, ақшаға айналдырып берді. Жарты қапша өзбектің сом ақшасы болды. Сөйтіп бірінші күні барып өткізіп ақша кітап шығып кетті 2 айдың ішінде.